Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте жеңіл әрі тез уақытта дайындалатын, дәл жаздық бәліш деп айтуға болатын галетаның рецептісімен бөлісемін. Негізі галетаны әртүрлі жеміс-жидектермен, ал қыс мезгілінде қатырылған жидектермен де дайындай беруге болады. Мен бүгін шабдалмен жасалған галетаны ұсынамын. Ең алдымен електен өткізілген ұнға шым-шым тұз бен 2 ас қасық қант салып араластырамыз. Кейін салқын сары майды қосып, біркелкі қалыпқа енгенше қолымызбен үйкелейміз. Міне осындай болып шығуы тиіс. Енді бір жұмыртқа сарыуызы мен 50 грамм суық су қосып, жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамыр дайын болған соң, оны целлофанмен не пленкамен орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз, ал сол арада ортасына қосатын салмасын дайындаймыз. Менде бұл жолы шабдал болады, бірақ айтып өткендей, оны басқа да жеміс-жидектермен алмастырсаңыздар да өте керемет шығады. Барлығын дайындаған соң тоңазытқыштан қамырды алып, оны бірден пісіретін пергамент қағазының үстіне қоямыз. Міндетті түрде қамырға ұн сеуіп отырып, дөңгелетіп, қалыңдығы шамамен 3 мм қамыр жаямыз. Қамырдың ортасына сәл жүгері крахмалын сеуіп, кесіп дайындаған шабдалыны біркелкілеп қоямыз. Оның үстінен 2-3 ас қасық қант себеміз және шеттерін осы видеодағыдай ортасына қарай бүктейміз. Соңында да қамырына сәл қант сепсеңіздер болады. Алдын ала 200 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30 минут қызарғанша пісіреміз. Біздің галета дайын. Үстелге ұсынар алдында қантындағын сепсеңіздер болады. Бұл бәліштің жасалу жолы сондай жеңіл, әрі аз уақытта дайындалады. Сонымен қатар, ол өзінің сондай ерекше дәмімен де сізді өзіне ғашық етеріне сенімдімін. Тәтті дайындауға әрдайым уақыт аз болса, дәл осы галета сіз үшін арналған. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат. Баршаңызға сәттілік.